Қайырлы күн, мен сүйікті көрермендерім. Сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен диетический баклажан салатын жасайтын боламыз. Бұның бір ерекшелігі, біз оны майға қуырып жатпаймыз, бірден пешке пісіріп аламыз. Ендеше кеттік. Баклажанның үстіне дәміне қарай тұзымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Мен араластырып алдым. Енді біз противинға жайғастырамыз. Противиннің үстіне тек қана пергамент төсесеңіздер болады. Менде пергамент жоқ болғаннан кейін мен оның астына жақсылап май жағып алдым. Енді осылай әдемілеп орналастырамыз. Енді біз бұл баклажандарымызды 200 градуста қызып тұрған пеште 15 минут пісіріп аламыз. Енді ортасына жағатын соусын дайындаймыз. Соусқа қажетті заттар бізде майонез, тұз, чеснок және бұрыш. Енді майонезімізді ыдысымызға саламыз. Чеснокты саламыз. Кішкене тұз. Дәлі кішкене бұрыш саламыз. Енді араластырамыз. Сонымен біздің соус дайын. Мінекей достар, біздің баклажан пісті. Көріп тұрғандарыңыздай сәл формасын кішкене кішірейтті. Біз піскен баклажанымызды алып, оның үстіне бағанағы жасаған соусымызды кішкене жағамыз. Дөңгелектеп туралған помидорымызды қоямыз. Осылай барлық баклажаннан істеп шығамыз. Сонымен достар, баклажаннан жасалған салатымыз дайын. Қуырылғаннан еш айырмашылығы жоқ. Сіздерге міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Егер де сіздерге рецепт ұнаса, лайк басып менің арнама тіркеліп, қоңырау шанына басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Мен сіздердің барлықтарын жақсы көремін. Астамды болсын, сау болыңыздар.